Мен Османова Жұлдызай Бакуовна 1996 жылдың 16 желтоқсанында дүниеге келдім. Бала кезден спортқа жақын болғандықтан 11 жасымнан бастап еркін күрес үйірмесіне қатыстым. Үйірмеден алған білімімді ұштастыра отырып, қалалық, облыстық жарыстарда жүлделі орындар алып, өзімді жоғары деңгейде көрсете білдім. Ал 2009 жылы Степногорск қаласындағы Бөгенбай Батыр атындағы дарынды балаларға арналған спорт интернатына оқуға түстім. Оқу ордасында жүріп, барлық уақытымды спортқа арнадым. Соның нәтижесінде Ақмола облысының еркін күрестен әйелдер құрамасына кірдім. Республикалық деңгейде жарыстарға қатыстым. Жүлделі орындарға иелендім. Өзімді шынықтыра отырып, 2009 жылы еркін күрестен спорт шеберіне үміткер атандым. Арман қуып 2012 жылы Ақмола облысы Көкшетау қаласындағы азаматтық қорғаныс көп салалы колледжіне түсіп, 2016 жылы оқуымды жоғары дәрежеде тәмамдадым. Алғашқы еңбек жолымды 2016 жылы Қарағанды облысы Балқаш қаласы Әлихан Бөкейханов атындағы номері 15 мектеп лицейінен бастадым. Менің педагогикалық ұстанымым Хәкім Абайдың мына бір қанатты сөздері үнемі есімде. Ақырын жүріп анықпас, еңбегін кетпес далаға, ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға. Ал ұстаздық жолында басты мақсатым тәрбие мен білім беруде елдің ертеңі болатын білімді, саналы, тәлім тәрбиесі үйлескен, шығармашыл, адамгершілігі мол, дені сау тұлға тәрбиелеу. Менің жетістіктерім 2017 жылы Балқаш қаласының 80 жылдығына арналған волейболдан білім беру және спорт мекемелері қызметкерлерінің арасында өткен жарыста бірінші орынды алды. Оқушыларының жеткен жетістіктері 2018 жылы қала мектептері оқушылары Спартакиада бағдарламасындағы қалалық мектеп оқушыларының арасында футболдан Былғары доп атты өткен жарыста бірінші орын алды. 2018 жылы Қазақстан Республикасының тәуелсіздігі күніне арналған оқушылар спартакиадасында волейболдан қыздар арасында өткен қала біріншілігінде бірінші орынға иеленді. 2020 жылы Қазақстан Республикасы тәуелсіздігі күні аясында күш гимнастикасынан мектеп оқушылары арасында өткен қалалық онлайн турнирінде үшінші орынды иеленді. 2021 жылы Қазақстан Республикасының тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған мектеп лигасы аясында өткен қалалық 5 асық турнирінде жүлделі бірінші орынмен кіші топ ойыншылары марапатталды. 2021 жылы Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған мектеп лигасы аясында өткен қалалық 5 асық турнирінде жүлделі екінші орынмен орта топ ойыншылары марапатталды. 2021 жылы Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған мектеп лигасы аясында өткен қалалық 5 асық турнирінде жүлделі үшінші орынмен үлкен топ ойыншылары марапатталды. 2021 жылы Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған мектеп лигасы аясында өткен қалалық 9 құмалақ турнирінде жүлделі бірінші орынмен үлкен топ ойыншылары марапатталды. Еңбек жолында жеткен жетістіктерім 2017 жылы Балқаш қаласының 80 жылдығына арналған волейболдан білім беру және спорт мекемелері қызметкерлерінің арасында өткен жарыста бірінші орын алдық. 2017 жылы Астана қаласының 20 жылдығына орай білім беру қызметкерлерінің арасында өткен волейбол жарысында бірінші орынға иелендік. 2018 жылы рухани жаңғыру бағдарламасы аясында және Астана қаласының 20 жылдық мерейтойына орай ұйымдастырылған Балқаш аруы 2018 атты қалалық сұлулық байқауында бірінші орын алдым. 2018 жылы жас мамандар арасында өткен Мәңгілік ел ұстаздары атты мектеп лицейшілік байқауда алғыс хатпен марапатталдым. 2021 жылы мектеп оқушыларының зияткерлік ойындарға қызығушылығын арттырып, қалалық жарыстарда жоғары нәтижелерге қол жеткізуіне септігімді тигізгенім үшін алғыс хатпен марапатталдым. 2021 жылы Қазақстан Республикасының кәсіподақтарының күніне орай ұйымдастырылған 9 құмалақ турнирінде жүлделі 3-ші орынды иелендім.
2021 жылы Қазақстан Республикасының тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған мектеп лигасы аясында өткен қалалық тоғызқұмалақ турнирінде үздік төреші номинациясымен марапатталдым.